Наймандар туралы айта бастасаң болды. Көп қазақтың төбе шашы тік тұрады. Наймандар деген кімдер сонда? Қандай ру тайпа? Тарихын білгіңіз келсе, тыңдаңыз. Бүгінгі наймандардың арғы бабалары 4-5 ғасырларда байырғы ғұндардың ұрпақтары болып табылатын теле тайпалық одақтарының құрамында көшіп қонып жүрді. Шамамен 7 ғасырда олар қыпшақтардың байырғы бабалары үстемдік жасаған Сыр-Енді хандығына бағынышты болып қалыптаса бастады. Негізінен Найман бірлестігі 8 ғасырдың орта кезінен бастап ертістің жоғарғы ағысы мен Орхон өзенінің аралығын мекендеген түркі тілдес 8 оғыз тайпалары мекендейтін аймақта пайда болды. Найман сөзінің мағынасының өзі моңғол тілінде 8 деген мағынаны білдіреді. Кейіннен наймандардың бірлестігіне қосылған тайпалар көбейіп, олардың саны 12-ге жетті. Әрине, наймандардың атауы моңғолша болғанымен, зерттеушілердің көпшілігі наймандарды түркі тілдес тайпалар болатын деп айтып жүр. Расында да наймандардың бабалары түркі тілдес тайпалардың ортасында қалыптасты, себебі оның жан-жағын түрік тектес халықтар қоршап жатты. Наймандардың батыс жағында ертістің орта және төменгі ағыстарын қаңлылар мен қыпшақтар, солтүстігінде Енесей қырғыздары, шығысында керейлер, ал оңтүстікте олар Орта Азияның көптеген түркі тілдес тайпаларымен бірге көшіп қонып жүрді. Шамамен 10 ғасырдан бастап қидандарға бағынған наймандардың мемлекеттік бірлестігі екі үлкен тайпалардың бірлестігін құрай бастады. Оларды бір рудың өкілі болып табылатын хандар басқарды. Әр тайпада ондық жүйемен әскер жасақталып, мемлекеттік істе ұйғыр тілі қолданылды. Алтын топшы атты тарихи шығармада мынадай әңгіме айтылады. Шыңғыс хан наймандарды талқандаған тұста олардың ханы Таянның бас уәзірі, қазынашысы және хатшысы Тататонға амалсыздан моңғолдар қолына тұтқынға түсіп қалады. Шыңғыс ханның төңірегі одан екі маңызды нәрсені үйренді. Олар мемлекеттік маңызды құжаттарды мөрмен бекітіп отыру және ұйғыр жазуын оқып білу. 1125 жылы қидандар мемлекеті ыдырап кетті де, оның құрамындағы түрік тектес халықтар өз беттерінше хандыққа ие болып шыға келді. Олардың ішінде татарлар, керейлер, наймандар да бар еді. 1143 жылдан бастап наймандар елін басқарған Инаныш Білге хан тәуелсіз саясат жүргізе бастады. Міне, наймандардан шыққан ең алғашқы хан осы. Жаңа құрылған Найман хандығының шығыстағы көршілері керейттер, оңтүстік батыста олар қарақытайлар мен солтүстікте шекара Балқаш көліне дейін созылып жатты. Наймандардың хандығы Инаныш Білге ханның тұсында қуаттылыққа жетті. Атақты түрік шежіресін жазған Әбілғазы осы наймандар туралы былай дейді. Найман тайпасы бұл көне тайпа. Малшылық бұларда кең ауқымды. Олардың бұрынғы өткенін біз білмейміз. Тек естігеніміз олардың Қарқыш деген патшасы болған. Ол өлген соң інісі Инат биледі. Шыңғыс кезінде олардың патшасы Таяң хан еді. Оның баласы Күшлік. Олардың тұрағы Моңғолияның Қарақорым деп аталатын бөлігінде. Бұл тарихи дерек. Найман мемлекетінің бейбіт дамуы ұзаққа созылмады. Білге хан дүниеден өткеннен кейін оның екі ұлы Бұйрық пен Даян хандардың арасында билік үшін талас басталды. Осылайша хандық екіге бөлінді. Наймандардың әлсіреуін аңдып жүрген Шыңғыс хан керейттердің ханы Тоғырыл ханмен бірге наймандарға шабуыл жасап, Бұйрық ханды жеңді. Ал ханның өзі Енесей қырғыздарына қарай қашып кетті.
13 ғасырда Найман хандығы екіге бөлініп, оларды осы Инаныш ханның балалары басқарған болатын. Шыңғыс хан күшейген кезде наймандарды өзіне бағындырып, кейіннен Шағатай ұлысының құрамына қосылды. Алайда 1235 жылы үлкен құрылтайдан кейін Бату ханның батысқа жорығына қатысқан наймандар Алтын Орда жеріне қоныстана бастады. Ал бір бөлігі Құлағудың Иран мен Ирак, яғни Бағдат жеріне жасаған жорығына қатысты. Жошы ұлысына келген наймандар Жошының үлкен ұлы Ежен негіздеген Ақ Орданың аймағын қоныстанып, кейіннен Қазақ хандығының, яғни Алты Алаштың бір бөлігіне айналған болатын.